Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Алдыңғы сабақта біз болмыс, онтология және метафизика туралы айтқан болатынбыз. Бүгінгі сабақта сол дәрісті әрі қарай жалғастырамыз. Жалпы болмыс дегеніміз не? Болмыс категориясы әлемді философиялық тұрғыда түсіндірудің алғышарты болып табылады. Бұл тұрғыда қоршаған әлемнің және адамның өзіндік санасының бар екендігі туралы қарастырылады. Бұл жүйелі түрде әлем картинасын қалыптастыруды мақсат етіп қояды. Сонымен болу категориясы барлық заттар мен құбылыстардың негізін құрайтын және олардың өмір сүруіне кепілдік беретін нақты әлемді білдіреді. Сонымен болу категориясы барлық заттар мен құбылыстардың негізін құрайтын және олардың өмір сүруінің кепілдік беретін нақты әлемді білдіреді. Адам баласы болу ұғымын түсінгендіктен бей болмысы жоқ ұғымдарының да болатынын ескерді. Бей болмыс категориясы кез келген заттың дүниенің реалдылығын теріске шығарады. Болмыс категориясы әлемді философиялық тұрғыда түсіндірудің алғышарты болып табылады. Бұл тұрғыда қоршаған әлемнің және адамның өзіндік санасының бар екендігі туралы қарастырылады. Бұл жүйелі түрде әлем картинасын қалыптастыруды мақсат етіп қояды. Жалпы болмыс категориясын негізін осы болмыс деген ұғымды енгізген адам ол антика философы Парменид болып табылады. Жалпы болмыс дегеніміз бар болу деген мағынаны білдіреді. Енді әр кезеңдегі ойшылдарға біз тоқталдық алдыңғы сабақта және бүгін де айта жатамыз. Ол жерде біз айтатын негізгі ежелгі грек философ Аристотельға тоқталсақ, Аристотель жалпы философиялық ілімнің негізгі үш саласын жіктеп көрсеткен болатын. Біріншісі теория деңгейіндегі бөлім, екінші тәжірибелік деңгейдегі бөлім және поэтикалық бөлім екені атап өткен. Мұсылман ойшылдары алғашқы бастаманы мұсылмандық догматпен, таухидпен, яғни алладан басқа тәңір жоқ ұстаныммен байланыстырды. Діни ойшылдар Құдайды тәнсіз, формасыз, ешқандай субстанциясыз жаратылыс бастау ретінде қабылдады. Араб ойшылы Әл-Кинди шамамен 800-870 жылдар аралығы антикалық философияда қалыптасқан пікірлерге сүйене отырып, алғашқы бастама жөнінде өзіндік ұстанымын өрбітті. Әл-Кинди дүниетанымындағы алғашқы бастама теологиялық сипатқа ие Құдай болмысы болды. Құдайды барлық қағидалардың бастаушысы, мәңгі әрі бірегей ақиқат деп атады. Ол бәрінен бұрын бір бар болған, басы да, соңы да, баламасы жоқ мән, оның формасы да, материалды қасиеті де жоқ. Болмыс мәселесін адамның тіршілік ету қасиетімен байланыстыра отырып зерттеген философтардың бірі 20 ғасырда Мартин Хайдеггер, яғни 1883-1976 жылдар аралығында өмір сүрген болды. Экзистенциалист философ ретінде Хайдеггер 1927 жылы болмыс пен уақыт атты еңбегін жариялады. Мартин Хайдеггер философиясында болмыс мәселесі философиялық анализдің нысанына айналды. Хайдеггер тек бар дүниелерді ғана зерттеулермен шектелмей, бар бола білу жөніндегі көзқарасын ұсынды. Бар болу дизайн өзін-өзі проблемаға айналдыра алатын, өзі болмысына өзі қатынас жасай алатын адам. Тек адам ғана дизайн сатысына жете алады. Адам бар болу үшін тіршілік ету қабілетін түсіндіру үшін бірнеше жағдайларды уақыт, ұят, соңғы қадамға бара білу, қамқорлық іспеттес ұғымдарды түсініп игеруі тиіс. Уақыт, яғни адам болмысының негізі. Уақытсыз болмыс қалыптаспайды, танылмайды да. Ұлт экзистенциалдық категория. Бұл негізі қалыптаспайды, негіз танылмайды да. Уақыт, ұят дегеніміз болмыстың көріну формасы, себебі ұят адамды өз-өзіне шақырады. Адам дүниеге алданғанда күнә қателіктерде тап болады. Сол кезде адамды ой түкпірінен ұят шақырады. Соңғы қадамға бара білу, яғни адам тіршілігінің бір себебі шарты қамқорлық, яғни адамның өзіне жағдай жасауы, адамның өзіндік болмысын қалыптастыратын метафизикалық күй.
болмыс категориясының тарихи эволюциясы және оның түсіндірмесі барлық философиялық ойдың дамуының негізгі кезеңдері кезеңдерін оның табиғатты зерттеуден адамның өмір сүруінің әртүрлі жолдарындағы зерттеуіне дейінгі қозғалысын көрсетеді. Бұл уақыт өте келе болмыстың негізгі формаларын анықтап алуға мүмкіндік береді. Атап айтқанда, болмыстың көптеген түрлері бар. Олардың әрқайсына тоқталатын болсақ, ол адам болмысы, заттар болмысы, әлеуметтік, яғни қоғамдық болмыс, және де рухани болмыс болып бөлінеді. Жалпы философия тарихына көз жүгіртетін болсақ, дүниенің пайда болуы мен құрылыс турасында антологиялық алғашқы мән жөніндегі сұрақ философия қалыптасқаннан бері жалғасын табуда. Философия тарихында болмыс терминін алғаш рет ерте грек ойшылы Парменид енгізді. Ойшылдың пайымдауынша нақты болмыс дегеніміз мәңгі бар нәрсе дей отырып, дүниені қозғалмайтын біртұтас шар түрінде сипаттады. Дүниенің бастамасы ретінде екі субстанцияны көрсетті. Оларды жаңа алдыңғы тақырып жолы айтқан болатынмын. Осы жолы айтатын болсақ, ол жарық, от және түн, қараңғылық. Ал болмыс мәңгі біртұтас әрі бөлшектенбейді. Демек, ол туралы ойда біртұтас. Нақты болмыс ақыл ой арқылы танылып қабылданады. Ол ой дәйектілік пен күмәнсіздікті негіздей отырып адамға сенімділік бермек. Парменидтің болмыс категориясы адамдардың күнделікті практикалық өмірінде жүзеге асырылып отыратын нақты іс әрекеттері мен ойларының философиялық тұрғыда түсіндірілуі ғана емес, сонымен қатар ол батыстық адамға тән дүниетанымдық және аксиологиялық принциптерден де бұрын оның нақты өмірлік қажеттіліктерін бейнелейтін нақты да айқын экзистенциалдық негіздер болып табылады. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Келесі жолы осы тақырыпты жалғастыратын боламыз.